Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео өткен жылғы тұлғаның эго қалыптары туралы видеоның жалғасы болып табылады. Ең алдымен ішкі бала қалпын қарастырамыз. Сіз бала кезде қандай болдыңыз? Баланың рөлі сіздің балалық шағыңызда қандай болғаныңызға байланысты қалыптасады. Ол сіздің ең ерте балалық шақтағы сезімдеріңізді басқаларға және өзіңізге деген қатынасыңызды есінде сақтап қалған. Бала кейде ақылсыз, кейде тентек, кейде қолдау күтетін, кейде қорқып, үркіп қалатын, кейде басқалардың көңіліне қарап жаутаңдап қалатын, кейде басқалардан оған назар аударып, көңіл бөлуін, уақыт бөлуін талап ететін адам. Ал сіздің бойыңыздағы бала бұл ойын мен еркелікке деген балалық шынайы ұмтылыс, шығармашылық пен креативке деген ұмтылыс, ең алдымен өз қалаулары мен қызығушылықтарына, қажеттіліктеріне бағдарлану, бір сәттік қарапайым реакциялар, аяқ астынан мінез-құлқының құбылуы, өзіне бақылаудың болмауы, өмірге шынайы ризашылық, ештеңеге алаңсыз, бейғамдық, жеңілдік, эмоционалдылық, қорқуға, өкпелеуге бейім тұру, басқалардан көмек сұрау. Осыған қарамастан, бала эго қалпы 3 бөліктен тұрады. Ең бірінші, еркін бала. Адамның ең жеңіл, спонтанды, қуанышты, адамның шығармашылық бөлігі. Ол барлық нәрсеге жеңіл, тура, құдды ойын секілді, әуесқойлықпен қарайды. Стандарттан тыс нәрселер ойлап табады. Біз қандай кезде бұл қалыпта бола аламыз? Ең әуелі өзімізге ұнайтын іспен және шығармашылықпен айналысқанда, жүрек қалауына сүйеніп шұғыл шешім қабылдағанда, өзіміз қалай қаласақ, солай өзімізді көрсете алған кезде, қылымсыған кезде, тентектік жасағанда, өзіміздің дәл осы сәттегі қалау тілектерімізге байланысты әрекет еткенде, біз осы еркін баланың рөлінде болады екенбіз. Екінші, көнімпаз бала. Бұл ересектерден қорқатын, олардың талаптарына сәйкес болмай қалудан қорқатын бала. Біз қандай кезде бұл қалыпта боламыз? Басқалардың дегеніне икемделген кезде, көнген кезде, немесе айтқанын істеген кезде, біреуден мақтау естіп, немесе біреудің көңілін тапқымыз келген кезде, жауапкершілікті біреуге артқан кезде, бастама көтеруден қашқан кезде, ұнжырғамыз түсіп кеткен кезде, немесе өзімізге сенімсіздік болмаған кезде, осы көнімпаз баланың рөлінде болады екенбіз. Ал үшінші, бүлікшіл бала. Бұл басқаларды тыңдаудың орнына бүлік салатын немесе қарсы шығатын бала. Біз қандай кезде бұл қалыпта боламыз? Ең алдымен дауласып, қарсыласып, келісімге келе алмаған кезде, қыңырлық танытқан кезде, ашуланып жынданған кезде, ашық немесе жабық түрде орнап қалған тәртіпке, жүйеге қарсы шыққан кезде. Сонымен достар, бүгінгі видеомызда біз ішкі бала қалпының қандай күйлерде болатынын атап өттік. Енді келесі видеоларымызда ішкі ересек пен ішкі ата-ананың күй қалыптарына талдау жасайтын боламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып және де каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетсеңіз болады. Көріскенше күн жақсы болсын. Сіздермен болған пайдалы психология арнасы.